Саламатсыздар ма? Бүгінгі онлайн сабақтың тақырыбы ұлттық қор және оның қызметі. Ұлттық қор деген не? Ұлттық қор бұл мемлекеттің табиғи ресурстардан негізінен, яғни сол ресурстардың ішінде мұнай мен газдан түсетін түсімдерін жинақтап, оларды ұзақ мерзімді сақтау және тиімді пайдалану үшін құрылған арнайы қаржы қоры болып табылады. Ұлттық қордың құрылу мақсаты. Ұлттық қор 2000 жылы Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен құрылды. Оның басты мақсаттары макроэкономикалық тұрақтылықты сақтау, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына қолдау көрсету, болашақ ұрпақ үшін қаржы ресурстарын жинақтау, мұнай мен шикізат бағасының күрт өзгерісінен экономиканы қорғау. Қазіргі таңда біздің ұлттық қор осы 2023-24 жылдан бастап 18 жасқа толмаған жасөспірімдерге шотына ұлттық қордан $100 әр жыл сайын ақша салып отыруды бастады. Яғни есептер ұлттық қор өзінің мақсатына жаймендеп қадам басуда. Ұлттық қордың қалыптасу көздері. Мұнай мен газ өндіретін компаниялардан түсетін салықтар, мысалы ренталық салық, пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық, мемлекеттік акциялар пакеттерінен түсетін дивидендтер, қор активтерін инвестициялаудан түскен табыс, басқа да бюджеттен тыс түсімдер. Ұлттық қордың шығыстары. Қордан қаражат екі бағыт бойынша пайдаланылады, яғни екі бағытқа жұмсалынады. Біріншісі трансферттер. Тұрақты трансферттер республикалық бюджетке жыл сайын бекітілетін көлемде аударылатын қаражат. Екіншісі мақсатты трансферт. Нақты жобаларды қаржыландыру үшін үкіметтің ұсынысы бойынша президенттің шешімімен бөлінеді. Екінші бағыты қаржы құралдарына инвестициялау. Қор активтері халықаралық қаржы нарықтарында әртүрлі құралдарға, облигациялар, акциялар, депозиттерге салынады. Инвестициялау принциптері қауіпсіздік, кірістілік және де өтімділік. Ұлттық қорды басқару. Ұлттық қорды басқару мынадай негізгі қағидаларға сүйенеді. Айқындық. Қоғамға қор қаражатының қозғалысы туралы ашық ақпарат беру. Тиімділік. Инвестициялық саясаттың оң нәтижелері. Ұзақ мерзімділік. Болашақ ұрпақ үшін жинақтау мақсатында қаражатты сақтау. Қорды басқару құзыреті. Қазақстан Республикасының ұлттық банкіне жүктелген, Қаржы министрлігі түсімдер мен трансферттерді жоспарлау мен есепке алуға жауап береді. Ұлттық қордың маңыздылығы. Экономиканың сыртқы факторларға, мұнай бағасына тәуелділігін төмендетеді. Бюджеттің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Әлеуметтік бағдарламаларды тұрақты қаржыландыруға мүмкіндік береді. Ұрпақаралық әділеттікті қамтамасыз етеді. Сонымен, ұлттық қордың мақсаты не екен? Яғни біздегі мұнай мен газдан түсетін бүкіл қаражаттарды ұрпақ үшін шоттарына аударады екен, және де макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жұмыс жасайды екен.